Аллах тағалаға мақтаулар, пайғамбарымызға сансыз салауаттар болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, құрметті оқырмандар. Біз өздеріңізбенен Аллах тағаланың керемет көркем есімдерінің қазыналарын бірге іздеудеміз. Бүгінгі танысатын есіміміз Аллах тағаланың Әл-Басир есімі. Әл-Басир сахих хадисте келген және Аллах тағаланың қасиетті Құранында келген есімдердің бірі. Бұл есімнің тілдік мағынасы, яғни көру, әл-басар, көз, яғни көру мүшесі. Сондай-ақ көру заттарды тануға мүмкіндік беретін жарық деп те айтылады. Барлығыңыз білесіздер, көз қаншалықты өткір болса да, зат қаншалықты анық болса да, оны көру үшін міндетті түрде жарық керек. Осы ақиқатты ақылға да қолдануға болады. Ақыл қаншалықты зерек болса да, мәселе қаншалықты айқын болса да, ақиқаттың мәнін ашатын иләһи нұр қажет. Сондықтан Алла тағала қасиетті Құранда бізге айтады: "Я иман келтіргендер, егер Алладан қорықсаңдар, сендерге ақ пен қараны ажырататын, айыратын айырма берем Фурқан. Күнәларыңды кешіреді, әрі сендерді жарылқайды. Алла ұлы кеңшілік иесі" дейді Әнфәл сүресінде. Және тағы да басқа аятында: "Уа иман келтіргендер, Алладан қорқыңдар, әрі оның елшісіне иман келтіріңдер. Сонда ол сендерге рахымынан екі үлес береді, сендерге жарық береді, яғни нұр, сонымен жүресіңдер, әрі сендерді кешіреді. Алла аса кешірімді, ерекше мейірімді" дейді Хадид сүресінде. Алладан келген туралықсыз, тура жолсыз, яғни көктен түскен уахисыз, Алланың адамзатқа жолдаған хабарысыз ақыл адасады, әрі өзгелерді де адастырады, бұзылады, әрі бұрмалайды. Көру, әл-басар, көз, яғни көру сезімі, сондай-ақ заттарды тануға мүмкіндік беретін нұр. Бұл мағыналар тілдік сөздерде келген. Тілдік мағыналары. Көру жүректегі ақиқатты терең сезіну, ал басира жүректің ақиқатты танитын күші. Пәленше басира иесі дегеніміз, оның жүрегінде ақиқатты ашатын қабілет бар деген сөз. Мубсир білімді шебер адам. Табассур терең ойлану, тану және дінде берік болу деген мағыналарды қамтиды. Бұлардың бәрі тілдік мағыналары. Бұл ұлы есімді түсіндіруге өтпес бұрын мына бір ақиқатты атап өту керек. Адамдардың барлық мәселесі көрудің бұзылуында, яғни дұрыс көрмеуінде. Адам жаратылысынан өзін жақсы көреді, өз болмысын жақсы көреді. Ол өз өмірінің амандығын, кемелдігін және жалғасуын қалайды. Ендеше неге адам өзін құрдымға апаратын жолды таңдайды? Неге күнә жасап Раббысына қарсы келеді? Себебі ол қателесіп, күнәні пайда деп ойлайды. Ал шын мәнінде ол зиян. Адам өз болмысын жақсы көргендіктен, оның амандығы, кемелдігі және жалғасуы Аллаға бойұсыну арқылы ғана сақталады. Күнә жасап жүргендер, харам жерлерге баратындар неге барады? Себебі олар бұл істер өзін бақытты етеді деп ойлайды. Егер олар Аллаға бойұсыну ғана шынайы бақыт беретінін, оған, яғни Аллаға бет бұру ғана жүректі тыныштандыратынын білсе, бұл жолды таңдамаған болар еді. Аллаға бойұсынған мүмін мен күнәға берілген адамның айырмашылығы неде? Айырмашылық тек көруде. Юсуф пайғамбарды мәртебелі әрі сұлу әйел шақырғанда, ол "мен Алладан қорқамын" деді. Оны күнәдан не тыйды? Оның сол істің арты құрдым мен Алладан алыстау екендігін көруі. Ал сол шақыруға ерген адам мен бас тартқан адамның айырмашылығы неде? Тек көруде. Егер сенің көруің дұрыс болса, амалың дұрыс болады. Амалың дұрыс болса, дүниеде де, ақиретте де бақытқа жетесің. Ал егер көруің бұзылса, амалың бұзылады. Амалың бұзылса, дүниеде де, ақиретте де құрдымға кетесің. Тіпті бұлай деуге болады: бақытты мен бақытсыздың, тура мен адасқанның арасындағы негізгі айырмашылық көрудің дұрыстығы мен не бұрыстығында. Сондықтан да пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам дұғасында бұлай деп дұға ететін: "Уа Алла, бізге ақиқатты ақиқат етіп көрсетіп, соған ілесуді нәсіп ет. Жалғанды жалған етіп көрсетіп, одан аулақ болуды нәсіп ет." Адам кейде күнәнің өзін құрдымға апаратынын, ал бойұсынудың пайда екендігін түсінсе, бұл өлшеусіз нығмет. Көптеген адамдар ақиқатты жалған деп, жалғанды ақиқат деп көреді. Егер сенің көруің Алланың жолына сай болса, ақиқатты ақиқат, жалғанды жалған деп көрсең, бұл баға жетпес Алланың сізге берген нығметі. Егер сен ақиқатты ақиқат деп көрсең, жалғанды жалған деп танысаң, енді саған қажет нәрсе сол ақиқатқа ілесетін, жалғаннан бас тартатын күшті ерік жігер ғана. Көру және ерік жігер. Адам Алламен байланыс орнатса, оған жүгінсе, оның әмірін орындауға кіріссе, Алла оның жүрегіне нұр салады. Тілдік тұрғыдан көру, яғни көз, көру сезімі, жүрекке салынатын нұр, заттарды тануға себеп болатын жарық, ақиқатты ашатын жүрек күші. Басир, мубсир, білімді шебер, табассур, ойлану, тану, дінде беріктік деген мағыналы. Ал басир сөзі кейде мубсар, көрінетін мағынасында да келеді. Яғни фаил формасы мафғул мағынасында қолдану мүмкін деп тілдің ғалымдары айтады. Мысалы, жарих, жараланған,
Қатил өлтірілген деген мағыналарды берсе, енді әл-басир бұл Алланың көркем есімі. Мүлдем мағынасы бөлек. Ол Алла барлық көрінетін нәрселерді толық көретін, әлемдегі көруге болатын барлық нәрсені Алла толық көреді. Әл-басир барлық нәрсені, оның ашық әрі жасырын жағын ешбір ағзасыз, ешбір құрылғысыз көруші. Ол сондай мұқтажсыз Алла. Алдыңғы дәрістеріміздің бірінде әс-сами есімі айтылды. Алла естиді, құралсыз, ағзасыз, өзгеріссіз. Сол сияқты көру де Аллаға тән сипат, ешбір құралсыз. Аллаға қатысты көру заттардың барлық сипаттарының толық ашылуы. Егер бір нәрсе саған толық ашылса, сен оны көрдің. Кейде сен тек сыртқы көрінісін ғана көресің. Онда сен оның толық мәнін түсінбедің. Мысалы, 500 миллион тұратын алмазды лайға батырып, кейін кептіріп қойсаң, ол саған көмескі лас нәрсе болып көрінеді. Сен тек сыртқы көрінісін көрдің. Ал әл-басир Алла бұл есімінің мәні заттың толық ақиқатын көру. Яғни адам сыртқы көрінісіне қарап оны құнсыз деп ойлауы мүмкін, ал Алла оның шынайы мәнін толық біледі. Алла барлық нәрсені біледі, еш нәрсе одан жасырын емес. Ал адам тек сыртқыны көреді, ал ішкі мәні одан жасырын. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам хадисінде былай дейді: біз сыртқысына қарап үкім шығарамыз, ал Алла ішкі сырларды біледі деген. Бұл ой өте нәзік. Яғни әл-басир есімі заттардың барлық сипаттарының кемел түрде ашылатын сипаты. Мысалы, бойы аласа, өңі қараторы, аяғы қисық, бет сүйегі шығыңқы, көзі шүңірек, иегі қисық бір адамды елестетейік. Бірақ ол белгілі бір ғылымда жер жүзінде ең білімді ғалым болуы мүмкін. Сен оның сыртқы келбетіне қарасаң, оны қарапайым адам деп ойлайсың. Ал егер оның ілімін білсең, оған ерекше құрмет көрсетесің. Демек, тек көзіңмен қарау арқылы сен оның барлық қасиетін толық тани алмадың. Тарихта табиғиндардың бірі Әл-Ахнаб ибн Қайс туралы былай сипатталған: бойы аласа, өңі қараторы, иегі қисық, аяғы қисық, көзі шүңірек, бет сүйегі шығыңқы, сыртқы келбетінде ұсқынсыздықтың барлық белгілері бар еді. Соған қарамастан ол өз қауымының басшысы болды. Егер ол ашуланса, оның ашуына 100 мың қылыш ілесетін, олар не үшін ашуланғанын да сұрамайтын дейді. Егер бір адам Әл-Ахнаб ибн Қайсты көріп, тек осы сыртқы сипаттарына қарап, оны қарапайым адам деп ойласа, ол осы ұлы табиғиның шынайы кемел қасиеттерін таныды ма? Әрине жоқ. Демек, әл-басир есімінің мәні Алла тағалаға тән сондай сифат, сол арқылы заттардың барлық қасиеттердің кемелдігі толық ашылады. Алла бәрін көреді, бәрін біледі. Заттың сыртқы жағында, ішкі сырында, мәнін де, астарын да біледі. Пайғамбардан алейхиссалату вассалам былай деп сұралады: бір адам келіп, уа Алланың елшісі, менің қызметшім жамандық жасап, зұлымдық етеді, оны ұрайын ба деді. Пайғамбар саллаллаху күн сайын 70 рет кешір деді. Бұл имам Ахмадтың мұснадында келген керемет хадисі. Сонымен әл-басир барлық көрінетін нәрселерді толық көруші. Ол барлық нәрсені ашық және жасырын түрде, ешбір құралсыз, ешбір ағзасыз көреді. Ал Аллаға қатысты көру заттардың барлық сифаттарының толық ашылуы. Тағы да айтылған, әл-басир барлық бар нәрсені ешбір құралсыз, ешбір сезім мүшесі толық көретін. Ол барлық көрінетін нәрселерді толық біліммен біледі. Олар оған толық айқын. Бұл түсініктің бізге қандай қатысы бар? Ғалымдар осы сұрақтың жауабына былай деп жауап береді: біз үшін үлкен бақыт Алланың бәрін білетінін түсіну. Ол сенің ниетіңді біледі, жүрегіңнің тазалығын біледі, жақсылықты жақсы көретініңді біледі, кейбір қателіктерді әдейі істемегеніңді біледі, қиын жағдайға өзің қаламаған күйде түскеніңді біледі, кей сөздерді айтқың келмесе де айтып қойғаныңды біледі. Адам Алланың бәрін білетінін түсінсе, жүрегі тынышталады. Алла тағала Құранда айтады: Алла 7 аспанда және жерден де соншасын жаратты. Оның әмірі олардың арасында түсіп тұрады. Сонда сендер Алланың әр нәрсеге құдіретті екенін және Алланың әр нәрсені толық біліммен қамтығанын білулерің үшін деген Талақ сүресінің аяты. Сен Алланың бәрін білетінін түсінуің керек. Сол кезде жаның тыныштық табады. Кейде адам жұмыс орнында 7 сағат жұмыс істеп, 1 минут таза ауаға шығып тұрса, оны басшысы көріп ұрсады. Себебі ол оның не істегенін толық білмейді, тек сыртқы көріністі көрді. Адамның білімі шектеулі, ал Алламен болғанда сен неге тынышсызсың? Себебі ол сенің ішкі күйіңді біледі, сенің ниетіңнің тазалығын біледі, бұл істі қаламағандығыңды біледі, бұл адамға деген жақсы ниетіңді біледі, бұл айыптан пәк екендігіңді біледі. Бір кісі былай деген: Алланың бар екеніне шүкір, әрі оның бәрін білетініне шүкір. Ол бар және біледі.
Аллаға дәлел, куәлік, анттың қажеті жоқ. Ол бәрін білуші. Біреу одан Алладан бір қажетің бар ма деп сұрағанда, ол оның менің жағдайымды білуі сұрауымнан да жеткілікті ғой деген. Яғни Алланың көруі толық. Әл-Басир есімі арқылы заттардың барлық қырлары толық ашылады. Бұл адамға үлкен тыныштық беретін есім. Қаншама адам жаламен айыпталады, бірақ ол айыптан пәк. Кейде отбасы ішінде айтылған сөз қате түсіндіріледі. Кей әрекет басқаша жорылады. Бірақ ең үлкен кепілдік Алланың бәрін білуі. Сонымен қатар адам өзіне күмән тудыратын жағдайлардан сақтану керек. Пайғамбар алейхиссалату вассалам ихтикафта отырған кезде жұбайы Сафия келді, радиаллаху анха. Ол оны үйіне шығарып салғанда, екі сахаба оларды көрді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, тоқтаңдар, бұл менің жұбайым Сафия деді. Олар сіз туралы күмәнданамыз ба деді. Сонда пайғамбарымыз, жоқ, бірақ шайтан сендердің жүректеріңе күмән салмасын деді. Демек, Алла бәрін білсе де, адам өзін күмәнді жағдайға қоймау керек екен. Тек Алла біледі деп өзін айыпталатын жағдайға түсіруге болмайды. Адам күмән тудыратын нәрселерден аулақ болуы тиіс. Кейде адам таза, бірақ жағдай оны күмәндетеді. Мұндай жағдайлардан аулақ болу керек. Алла тағала көздің қиянатын және жүректердің жасырғанын біледі. Адам үйінде отыр, бөлме қараңғы, ал қарсысында жарық балконда бір әйел кісі тұр. Оны біреудің бақылауы мүмкін емес, бірақ Алла оның қарап тұрғанын немесе қарамағанын біледі. Сондықтан ең көркем нәрсе жалғыз қалған кезде де Аллаға бойсыну. Өйткені жалғыздықта Аллаға бойсыну ықылас пен шынайылықтың белгісі. Риуаяттарда былай делінген: кімде-кім жалғыз қалған кезде өзін күнәдан тыятын тақуалығы болмаса, Алла оның амалдарына мән бермейді деген. Ғибрат Аллаға жалғыз қалған кезде де адамдар арасында болғандай бойысыну, жасырында, жарияда оған бірдей құлшылық ету. Ол көреді, бақылайды. Аспандардағы да, жердегіні де, олардың арасындағыны да, топырақтың астындағыны да біледі. Ол Алла әрдайым бар, ешқашан ғайып болмайды. Адам жұмыс орнынан кетсе, мысалы директор болса, кейде адамдар оның жоқтығын пайдаланып, ертерек кетіп қалады. Себебі ол жоқ кезде оларды көрмейді. Адам бар кезде көреді, ал жоқ кезде көрмейді. Ал Алла тағала әрдайым бар, ешқашан ғайып болмайды. Әл-Басир есімі Құранда Әс-Сами есімі сияқты шамамен 40 жерде келген. Бақара сүресінде Аллах тағала айтады: намазды толық орындаңдар, зекет беріңдер, өздерің үшін қандай жақсылық істесеңдер, оны Алланың қасында табасыңдар. Расында Алла сендердің не істеп жатқандарыңды толық көруші дейді. Бақара сүресінің 110 аятында. Алдыңғы түсіндірмеге сәйкес әрбір амалдың сыртқы көрінісі бар, ішкі мәні бар, ниеті бар, себептері мен жағдайлары бар. Алла сол амалдың бәрін толық көреді. Сенің іліміңнің деңгейін, жасаған құрбандығыңды, сол амалға байланысты ішкі күресіңді барлығын көреді. Алла тағала Құранда айтады: Алла сендердің істеген істеріңді толық көруші. Хадид сүресінің аяттары. Яғни ол Алла сендердің амалдарыңның көлемін, ниеттеріңді, себептеріңді, мақсаттарыңды, құрбандықтарыңды, ішкі күрестеріңді толық көреді. Және Али-Имран сүресінде де тағы да Аллах тағала айтады: егер олар сенімен тартысса, айт, ей пайғамбар, оларға: мен жүзімді Аллаға тапсырдым, әрі маған ергендер де, табиелеріне және білімсіздерге исламды қабылдадыңдар ма де. Егер қабылдаса, тура жол тапты, ал егер теріс бұрылса, сенің міндетің жеткізу ғана. Алла құлдарын толық көруші деген Али-Имран сүресінің аяттары. Алла құлдарын толық көреді. Біреу өтірік айтады, біреу шын айтады, біреу мәжбүр, біреу әсерленген, бәрін Алла біледі. Бір адам көпшілік алдында сөз сөйлейді. Сол сөздің адамдарға әсерін толық кім біледі? Біреу оны қабылдады, біреу мазақ етті, біреу мән бермеді, біреу қорықты. Мұның бәрін Алла біледі. Өйткені ол Әл-Басир. Мәйда сүресінде олар сынақ болмайды деп ойлады. Сонда олар соқыр әрі керең болды. Кейін Алла олардың тәубесін қабыл етті. Содан кейін олардың көбісі қайтадан соқыр әрі керең болды. Алла олардың не істеп жатқандарын толық көруші дейді Мәйда сүресінде. Және Исра сүресінде де Аллах: Нұхтан кейін қаншама ұрпақтарды құртып жібердік. Раббың құлдарының күнәларын толық білуші әрі толық көруші ретінде жеткілікті деген Исра сүресінің аяттары. Бірде бір таудың басында тұрып, үлкен қаланы жан-жағынан қарап бақыласаң, үйлер, жарықтар, тыныш көрініс. Бірақ сол үйлердің ішінде не болып жатыр? Құлшылық па, әлде күнә ме? Неке ме, әлде зина ма?
мұны кім білет? Әрине, бәрін көруші Алла. Сырттай қала тыныш, әдемі көрінеді, бірақ ішкі жағдайын тек Алла білет. Сондықтан Алла тағала айтады: Раббың құлдарының күнәларын толық білуші, әрі толық көруші. Исра сүресінің аяттары. Адам кейде өзі тұратын қаладағы күнәлардың қаншалықты көп екенін білмейді. Ол мешітке барады, жақсы адамдармен араласады, бәрі жақсы деп ойлайды. Бірақ қоғамдағы күнәлардың көлемін тек Алла ғана біледі. Алла тағала қасиетті Құранда айтады: олар тірі емес, өлі, қайта тірілетін уақыттарын да сезбейді дейді Нахл сүресінде. Мұсылманның үйі ар намысты, таза, пәк үй. Егер адам қателессе де, ол өзін жасыру керек. Алла тағала Алла ақиқатпен үкім етеді. Одан өзге шақырылғандар еш нәрсеге үкім ете алмайды. Расында Алла естуші, көруші десе Ғафир сүресінде, Алланың аяттары туралы өздеріне ешбір дәлел келмесе де, тартысатындардың жүректерінде тек тәкаппарлық бар. Олар оған жете алмайды. Сондықтан Алладан пана тіле. Расында ол естуші, көруші дейді Ғафир сүресінің аяттарында. Сондай-ақ Мүлк сүресінде: олар үстіндегі құстарға қарамай ма? Олар қанаттарын жайып кейде жинайды, оларды тек Рахман ғана ұстап тұр. Расында ол Алла барлық нәрсені толық көруші дейді Мүлк сүресінің аяттары. Бұл есім бізге ең жақын есімдердің бірі. Мысалы, Ғафур Алланың есімі, бірақ Әл-Басир есімі ерекше жақын. Өйткені пайғамбар алейхиссалату вассалам былай деп айтқан: адамның ең абзал иманы Алланың өзімен бірге екенін білуі дейді. Мұъминнің ең жоғары дәрежелерінің бірі өзін әрдайым Алланың бақылауында сезу, яғни Аллаға құлшылықты оны көріп тұрғандай жасау. Егер сен оны көрмесең де, ол сені көріп тұрғандығын сезіну. Бұл иманның өте жоғары дәрежесі. Алланың әрдайым сенімен бірге екенін сезіну, жалғыздықта да, адамдар арасында да, отырыста да, сөйлегенде де, сапарда да, тұрақта да әрдайым Алланың сені көріп тұрғанын сезіну, бұл Алланың ұлы нығметтерінің бірі. Имам Абу Хамид Әл-Ғазали былай дейді: Әл-Басир еш нәрсе, тіпті топырақ астындағы нәрселер де оның назарынан тыс қалмайтын көруші. Алланың көруі көздің қарашығына, қабаққа немесе бейнелер мен түстердің көзге түсуіне байланысты емес. Өйткені бұл өзгеріс пен әсерленуді білдіреді. Ал бұл жаратылғандарға ғана тән нәрсе. Алла одан пәк. Алла тағала ешбір сезім ағзасымен, құралмен немесе өзгеріспен көрмейді. Адамдағы көру процесі белгілі. Жарық көздің қарашығына түсіп, тор қабаққа бейне ретінде беріледі. Химиялық өзгерістер пайда болып, ол электр сигналға айналып, миға жетеді. Сонда ғана бейне танылады. Ал Алланың көруі мұндай емес. Ол ешбір құралсыз, ешбір өзгеріссіз. Сондықтан Аллаға қатысты көру заттардың барлық қасиеттерінің толық ашылуы деген мағынада. Енді осы ұлы есімге қатысты біздің әдебіміз қандай болу керек? Алла тағала көруші, ал сен құрметтелген жаратылыссың. Алла тағала былай дейді: расында біз адам баласын құрметті еттік деді Исра сүресінде. Алла саған көру қабілетін берді. Неге? Біз оған екі көз бермедік пе дейді Бәлә сүресінде. Бұл көз адамға берілген үлкен нығмет. Ол өте нәзік, өте дәл, түстердің жүздеген мың реңктерін ажыратады. Затты шынайы көлемінде көреді, бәрін қабылдайды. Бұл көз не үшін берілді? Харамды көру үшін бе? Жамандықтарды көру үшін бе? Әлде Алланың аяттарын көру үшін бе? Аллаға қарсы келуден көзін тыйған көз, Алла жолында күзеткен көз, Алладан қорқып жас төккен көз. Бұл құрметті, таза көз. Көп жағдайда Алла мұндай көзді сақтайды. Дұғада айтылғандай: уа Алла, бізді естуімізбен, көруімізбен және күш қуатымызбен өмір бойы пайдаландыра көр деген. Демек, Әл-Басир есіміне қатысты әдебіміз көзімізді Алланың ұлылығын көрсететін аяттарды көруге пайдалану. Бір пайғамбар былай деп айтқан екен: кімнің қарауы ғибрат, үнсіздігі ой, сөзі зікір болса, ол мұъмин деген. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам өз хадисінде былай дейді: Раббым маған 9 нәрсені бұйырды. Солардың бірі үнсіздігім ой, сөзім зікір, қарауым ғибрат болсын деген. Сонымен қатар сен Алланың сені көріп тұрғанын білуің керек. Саған көру қабілетін берген Алла өзі көрмей ме? Алла одан пәк. Алла тағала айтады Құранда: ол мен көп мал жұмсадым дейді. Ол өзін ешкім көрмеді деп ойлай ма? Біз оған 2 көз, тіл және 2 ерін бермедік пе? Біз оған 2 жолды көрсетпедік пе дейді Бәлә сүресінің аяттарында. Бұл аят өте нәзік мағына береді. Ол өзін ешкім көрмеді деп ойлай ма? Ал шын мәнінде өзі көреді. Саған көру қабілетін берген Алла сені көрмейді ме?
ол өзін ешкім көрмеді ме деп ойлай ма? Біз оған екі көз бермедік пе? Демек, саған көз берген Алла сен тұрған кезде де сені көреді. Алла тағала тағы да былай дейді: сен ұлы әрі мейірімді Аллаға тәуекел ет, ол сені тұрған кезіңде де, сәжде етушілер арасында қозғалысыңда да көреді. Расында ол естуші, білуші, деді Шуара сүресінің аяттары. Мұнда өте маңызды бір мәселе бар. Кемел мұмин Алланың өзін көріп тұрған ешқашан жеңіл қабылдамайды. Кейбір ғұламалар Алланы сені қарап тұрғандардың ең төмені етпе деген. Адам кейде адамдардың алдында өзін әдемілеп тәртіпке келтіреді, шашын түзетеді, әтір сеуіп үйін жинайды, себебі ол олардан ұялады. Ендеше неге адам Алла көріп тұрғанын біле тұра күнә жасайды? Бұл Алланы ең төмен бақылаушыдай көргенмен тең емес пе? Бұл ғалымдардың түсіндірмелері. Тағы да айтылған, кім адамдардан жасыратын нәрсені Алладан жасырмаса, ол Алланың өзін көріп тұрғанын елемегені. Пайғамбар алейхиссалату вассалам былай деген: ихсан деген не? Деп пайғамбарымыздан сұралғанда, Аллаға оны көріп тұрғандай құлшылық етуің, егер сен оны көрмесең де, ол сені көріп тұр деп жауап береді. Бұл хадис Бухарида келген сахих хадистердің бірі. Адам Алланың әл-басир екенін түсінсе, ақылды болса, ішкі дүниесін бақылаумен, мұрақаба, сыртқы малдарын есеп берумен, мұхасабамен көркетеді. Кейбір ізгі алдыңғы үш буынның ғалымдары былай дейді: егер Раббыңа қарсы келгің келсе, оны көрмейтін жерде қарсы кел дейді. Бір дұғаларда былай деп айтылады: о Раббым, сен менің кемшіліктерімді көресің, күнәларымды білесің, ішкі сырымды білесің. Менің ісім сенің қолыңда, жүрегіме нұр, көзіме нұр бер, ақиқаттарды көре алуым үшін, жасырын да жария да сенің алдыңда әдепті болуды нәсіп ет. Мені сені көріп тұрғандардың қатарына қос, қорғауыңда тұрған құлдарыңнан ет. Расында сен әр нәрсеге құдіреттісің дейді. Бұл есімге байланысты көптеген дұғалар бар. Алла тағала былай дейді: көздер оны толық қамти алмайды, ал ол Алла барлық көздерді қамтиды. Ол аса жұмсақ, толық хабардар дейді Әнғам сүресінде. Құрметті оқырмандар, Алладан тілегіміз, осы көркем есімдерге арналған дәрістер біз үшін Алланы тануда үлкен бір серпіліс болсын деп тілейміз. Шын мәнінде тек Алланы аспандар мен жердің жаратушысы деп сену жеткіліксіз. Оның көркем есімдері мен ұлық сипаттарын танымайынша, бұл иман адамды толық құтқаруға да, шынайы бақытқа да жеткізбеуі мүмкін деген ғалымдар. Сондықтан ең ұлы ілімдердің бірі Алланың көркем есімдері мен ұлық сипаттарын үйрену. Мінекей, бүгін өздеріңізбенен сол керемет көркем есімдердің қазыналарының ішінде жасырын жатқан Әл-Басир есімімен таныстық. Аллах тағала бұл есімнің нұрын, білімін жүректерімізге құйсын. Осы біліммен айналаңызбен бөлісіңіз, олар да Әл-Басир болған Алласын танысын.